Имбаевна марапатталады. Мен Бөлек Батыр атындағы орта мектеп мұғалімі Төлешова Айгерім Төлембекқызы марапатталады. Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп мұғалімі Кульбаева Шолпан Қанатбековна марапатталады. Жаңашыл ұстаз номинациясымен Абдикадирова Ляззат Рысбековна марапатталады. Жылдың үздік мұғалімі 2022 байқауында 3-ші орын алған үшін Абылайхан атындағы орта мектеп мұғалімі Сұлтанбек Маржан Бексұлтанқызы марапатталады. Дәл осындай мәтінде 3-ші орын алған үшін Жексенбеков атындағы орта мектеп мұғалімі Ахмедова Асем Нұрлановна марапатталады. Орын алған үшін Қорам орта мектебінің мұғалімі Тілепбергенов Самат Сатыбалдыұлы марапатталады. Дәл осындай мәтінде 3-ші орын алған үшін Жаңашаруа орта мектебінің мұғалімі Базарова Роза Тоқтақсынқызы марапатталады. Орын алған үшін Райымбек Батыр атындағы орта мектеп мұғалімі Мукажанова Мөлдір Асқаровна марапатталады. Аудандық жылдың үздік мұғалімі 2022 байқауында 2-ші орын жеңіп алған үшін Ломоносов атындағы орта мектеп мұғалімі Байекешева Айгүл Кертериевна марапатталады. Дәл осындай мәтінде 2-ші орын жеңіп алған үшін Қонаев атындағы орта мектеп мұғалімі Есіркегенова Жанар Наурызбайқызы марапатталады. Дәл осындай мәтінде 2-ші орын жеңіп алған үшін Шелек ауыл гимназиясының мұғалімі Ағыбаева Аида Көпболсынқызы марапатталады. Аудандық жылдың үздік мұғалімі 2022 байқауында 1-ші орын жеңіп алған үшін Рахат ауылдық округі нөмір 1 орта мектеп мұғалімі Құйырханова Гүлжанар Медетбаевна марапатталады. Құрметті ұстаздар, марапаттарыңыз құтты болсын. Мұндай байқаулар сіздердің шығармашылықтарыңызды шыңдайды. Бір-бірлеріңізбен біраз шығармашылық іс-тәжірибе алмастыңыздар. Өздеріңіздің іс-тәжірибелеріңізбен бөлістіңіздер. Біздер сіздерге алдағы уақытта биіктен көрініп, бұдан да жақсы нәтижелер көрініп, биыл номинация алып атсаңыздар, келесі жылы орын алып, 3-ші орын алғандар, 2-ші орын алғандар, 1-ші орынға ұмтылып, осындай жылда өздеріңіздің шығармашылық деңгейлеріңізбен бөлісе берулеріңізге тілектеспіз. Ал енді мына бүгінгі 1-ші орын алған Рахат нөмірі 1 орта мектебінің ұстазына біздің айтарымыз, сіздің алдыңызда үлкен жүк тұр. Ол ауданның абыройын, облыстың абыройын республика көлемінде көтеру деген. Яғни сол деңгейдің бәрінен өтіп, бір абыройымызды асқақтатып, өзіңіздің іс-тәжірибеңізбен республика көлемінде
бөлісуге мен сізге тілектеспін. Сол деңгейге жетсеңіз, сізден асқан шебер ұстаз болмайды деп мен өзім ойлаймын. Бәрлеріңізге сәттілік тілеймін, марапаттарыңыз құтты болсын. Сонымен қатар осы 2 күн бойы сіздерді талмай, жаңа айттық қой енді, мынау соңғы қорытынды деген өте қиын. Сондай қорытындыны өздерінің жаңағы жүректерінен шығарып, әділетті бағалап, бізбен бірге әсіресе 2 күн осы конкурста өзінің тәжірибесімен бөлісіп, өзінің ойымен бөлісіп, мұғалімдерге өзінің бағыт бағдарын берген жаңа Әнуар мырза, сізге көп рахмет. Осы ұстаздардың